Бір отбасы ұрпақтан ұрпаққа оған жақындаған кез келген адамның өліміне себеп болатын тыйым салынған көлге баруға шешім қабылдағанда, оқиға Ричард, оның әйелі Донна және олардың 3 баласы Джек, Лукас және Тессадан тұратын бірлігі мықты отбасын таныстырады. Бір күні Ричард пен Донна балаларын демалыс уақытын өткізу үшін, қаладан алыс, Ливинг Спрингс деп аталатын табиғат ортасында лагерь құруды жоспарлаған тыныш жерге апарады. Сапар алдында әркім қажетті заттарды жинап, реттейді. Сонымен қатар Джек, Лукас және Тесса кейінірек көңіл көтеру үшін доп пен бейсбол таяқшаларын алады. Ұзақ жол жүргеннен кейін олар межелі жерге жетеді. Демалыс сәттерін жазу үшін Джек камера алып, олардың жасаған әрекеттерінің бәрін түсіре бастайды. Ал Ричард пен Донна тамақ дайындаумен айналысады. Балалар бейсбол ойнауға шешім қабылдайды. Бірақ Лукастың ойынға икемі болмағандықтан Джек оны келемеждей бастайды. Жағдайға ашуланған Лукас допты жақын маңдағы көлдің ортасына қарай лақтырып, Тессаға барып алып келуін айтады. Басында ол баруды ойлайды, бірақ сол сәтте ата-аналары бәрін кешкі асқа шақырады. Барлық іс-әрекеттер кезінде Джек камерамен бәрін жазуды жалғастырады. Айналаны түсіріп жүріп, ол орманда үнсіз тұрып, оларды бақылап тұрған жұмбақ бейнені байқайды. Мұны байқаған Ричард жақындап барып, оның қайда барарын білмей адасқан біреу екенін түсінеді. Қайтып келгенде, ол Тессаның жанында жоқ екенін байқап таңғалады. Ричард іздеуді бастайды. Соңында бәрі оның айқайын естиді. Тесса батып кеткен допты алу үшін көлге барған екен, жүзе алмайтындықтан ол бата бастайды. Алайда оның батуы ерекше көрінеді. Бейне бір нәрсе оның денесін төмен қарай тартып жатқандай болады. Ричард оны құтқаруға тырысқанмен еш жерден таба алмайды. Қайғыға батқан ол көмектесе алмағанын сезініп, есеңгіреп қалады. Кенеттен көлден оғаш тіршілік иесі шығып, оған жақындай бастайды. Осы оқиғадан кейін Тесса хабар-ошарсыз кеткен және суға батып өлді деп есептеледі, ал Ричард та жұмбақ жағдайда қайтыс болады. Тессаның өлімінен 25 жыл өткен соң, Донна психикалық ауытқулардан зардап шеге бастайды және жағдайын бақылау үшін дәрі-дәрмекке мұқтаж болады. Лукасқа да әсер етіп, ол депрессияға ұшырайды және қалыпты өмір сүру үшін дәрі-дәрмекке тәуелді болады. Қарындасының өлімінен бері ол бәріне өзін кінәлі сезініп, допты алуға мәжбүрлегендіктен осылай болды деп есептейді. Дегенмен оның өмірі Стефи есімді әйелге үйленгенде өзгереді, және олардың Зои есімді қызы болады. Үйленгеніне қарамастан, Лукас Джекке де, өз қызына да қамқорлық көрсетпейді. Соның салдарынан олар анасының үйінде тұруға мәжбүр болады. Сонымен қатар үлкен ағасы Джек отбасындағы тұрақтылықты сақтап жүрген жалғыз адам, ол бәрін асырау үшін көп жұмыс істейді. Қазіргі уақытта ол кинотеатрда жұмыс істейді. Ауысымы аяқталғаннан кейін ол Лукас пен анасына тамақ алып үйге оралады. Келесі күні Джек өзінің жақын досы Лизді мектепте кездестіреді. Ол жерде Лиз директордың орынбасары қызметіне жаңадан тағайындалған. Сосын ол Лизге екеуі бірге түскен фотосуретті сыйлайды. Өте жақын болғанына қарамастан Джек оны тек дос ретінде көреді, ал Лиз оған іштей ғашық. Кейінірек Джек оны үйіне қонаққа шақырады, өйткені Донна Тессаның 8 жасқа толған туған күнін атап өткісі келеді. Тессаның 25 жыл бұрын көлде жоғалып кеткеніне және оның денесі ешқашан табылмағанына қарамастан, Донна бұл жағдайды қабылдаудан бас тартады, және соған байланысты жыл сайын қызы тірі сияқты оның туған күнін атап өтеді. Бұл Лукастың ашуын тудырады, өйткені анасы бұған талаптанады, ал қасындағы Зоидің ешқашан туған күн кеші болмаған. Ашуға булыққан Лукас тортты қиратып тастайды. Соның салдарынан Донна оған және Зоиге үйден кетуді, өздеріне тиесілі нәрсенің бәрін алып кетуді айтады. Келесі күні таңертең жуынатын бөлмеде жүргенде, Лукас дәрісін ішуді ұмытып кеткендіктен галлюцинация көре бастайды. Бұл елестер оның өзіне зақым келтіруіне, тіпті ванна ішінде өз денесінің өліп жатқанын көруіне себеп болады. Кенеттен Джек жуынатын бөлмеден шыққан атылған дыбысты естиді. Тексеруге жүгіріп барғанда ағасының өз өмірін қиғанын көріп есеңгіреп, күйзеледі. Айнаға қарағанда ол қанмен жазылғандай Никс деген сөзді байқайды. Лукас қайтыс болғаннан кейін оның денесі шіркеуге апарылады. Онда оның жаны тыныштық тапсын деп дұғалар оқылады. Рәсім аяқталғанда, Лукастың қызы Зои оның табытының үстінде жатқан оғаш тіршілік иесін көреді. Содан кейін олар шіркеуден шығып, қазір жаңа жігітімен жүрген Лукастың әйелі Стефиді кездестіреді. Ол қайғыларына ортақтасатынын айтып, Джектен әзірге Зоиге қамқор болуын сұрайды.
Олар үйге оралғанда Зои жертөлеге түсіп, едендегі цемент қабатына басылған 3 қолдың ізін байқайды. Джек бұл таңбаларды ол, Лукас және Тесса бала кезінде қалдырғанын түсіндіреді. Әңгімелесу кезінде Зои айналасында оғаш бір нәрсенің барын сезеді, және Джектен соңғы кездері өзі естіп жүрген жұмбақ дауыстарды естімегенін сұрайды. Джек абдырап, оны тыныштандыруға тырысып құшақтайды, бірақ өзінің де қорқып тұрғанын анық көрсетеді және Лукасты сағынғанын айтады. Келесі күні Джек Идрис есімді адаммен кездесу үшін музейге барады. Ол Доннаның жағдайын сұрайды. Джек оның өмір сүру үшін дәрі-дәрмекке тәуелді екенін және көп жылдық емдеуден кейін де жағдайы жақсармағанын түсіндіреді. Идрис Джектен оған жақсы қарауын сұрайды, өйткені Лукастың өлімінен кейін оның психикалық жағдайы нашарлауы мүмкін. Келесі күні Джек, Лиз, Донна және Зои Лукастың күлін өзенге шашу ниетімен салынған құмыраны алып Ливинг Спрингске барады. Бірақ құмыраны алғысы келгенде оның сөмкеде болғанына және оны ешкім алмағанына сенімді болса да, жұмбақ жағдайда жоғалып кеткенін байқайды. Ол құламаған және ұрланбаған, сондықтан оның қайда кеткенін ешкім түсінбейді. Үрей билеп, бәрі айналаны іздей бастайды, бірақ түн батса да оны таба алмайды. Содан кейін Джек пен Лиз көлікті тексеруге шешім қабылдайды, ал Донна мен Зои біраз демалады. Зои Тессаның жоғалып кеткен жері осы ма деп сұрайды. Донна қызын қатты сағынып тұрғанын айтып, оны растайды. Донна Зоиден онымен бірге іздеуге баруын сұрайды. Бұл Джек пен Лизді алаңдатады. Олар екеуінің қайда кеткенін ойлай бастайды. Джек Лизден қару алу үшін көлікке баруын сұрайды, ал өзі Донна мен Зоиді іздеуге шығады. Лиз қаруды іздеп жүргенде жұмбақ болмыстың әсерінен қорқа бастайды. Осы уақытта Джек Доннаны жерде, ес-түссіз жатқан жерінен табады, және Зоидың қайда екенін сұрауға тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Джектің басқа амалы болмай, қызды іздей бастайды. Біраз уақыт жүргеннен кейін ол орман ортасынан кішкентай лашық табады, және Зои іште болуы мүмкін деп күдіктенеді. Ол ішке кіріп, Зоидың жұмбақ әйелдің жанында отырғанын көреді. Джек бала кезінде пайдаланған бейсбол таяқшасын көріп таңғалады, және әйелдің оны қалай алғанын ойлайды. Бірдеңенің дұрыс еместігін сезіп, ол Зоиды ұстап кетулері керек екенін айтады, бірақ кенеттен қорқынышты тіршілік иесі пайда болып, жолды бөгейді. Джек Зоиге көлікке қарай қашуды айтады, ал өзі құбыжықпен шайқасуға тырысады. Шайқас кезінде ол өліп қала жаздайды, алайда Лиз уақытында келіп құбыжықты атып тастайды. Осыдан кейін Джек Доннаны тексеру үшін ауруханаға апарады. Дәрігер оның тек сусызданудан зардап шеккенін түсіндіреді. Келесі күні Джек Идриске жағдайды айтып береді. Сонымен қатар бір нәрсе оның отбасын аңдып жүргенін және Тессаның өлімінен бері оларды түсініксіз бір нәрсе мазалап жүргенін мойындайды. Мұны естісе де, Идрис ешқандай табиғаттан тыс нәрсеге сенбейді. Сол түні Джек не болып жатқаны туралы қандай да бір белгі іздеп, Лукастың ескі бөлмесіне кіреді, және оның жазған бірнеше оғаш қағаздарын табады. Кенеттен ол Зоидің бөлмесінен шыққан айқайды естиді, не болғанын көруге жүгіреді. Зои анасының пайда болғанын, бірақ өзін оғаш ұстағанын және көп ұзамай терезеден шығып, жоғалып кеткенін айтады. Стеффи үшін алаңдаған Зои Джектен келесі күні оны іздеуді сұрайды. Келесі күні Джек Стеффидің үйіне барады, бірақ оның жұмбақ жағдайда қайтыс болғанын біледі. Шошынған ол Лизді тауып, Лукас жазған қағаздарды көрсетеді, олар жұмбақ сияқты көрінеді. Бір ерекше сөз оның назарын аударады. Некс Лукастың өлімі болған күні айнадан көрген сөзі. Лиз Некс неміс тілінде ештеңе дегенді білдіретінін түсіндіреді. Ең таңғаларлығы, қағаздар қазір ешқашан ештеңе жазылмағандай аппақ болып тұр. Соған қарамастан, Джек бұл жұмбақты бұрын көргеніне сенімді, бұл олардың отбасын мазалайтын болмысқа нұсқайтын сияқты. Сөз болып, ол үйіне оралуға шешім қабылдайды. Ол кеткеннен кейін көп ұзамай, Лиз де жұмбақ болмысты сезе бастайды. Осы уақытта үйге келген Джек Зоиге шындықты айтпай, оны аяп, Стеффи жақсы деп өтірік айтады. Содан кейін ол жертөлеге түсіп, бала кезінде өзі, Лукас және Тесса жасаған қол іздері бар бетонды бұзады. Ішінен ол ескі балалық шақ фотосуреттері салынған қорапты, сондай-ақ өзінің ескі камерасын және жас кезінде жасаған жазбаларын табады. Көп ұзамай Лиз Джектің үйіне барады, және бару кезінде ол отбасылық сапар бейнеленген ескі жазбалардың бірін қоюға шешім қабылдайды. Алайда қорқынышты жағдай орын алады.
Джек кадрлардан Лиздің өліп жатқанын және қанға боялғанын көреді. Бұл тек оған ғана көрінеді, өйткені Лиз ешқандай оғаш нәрсе көрмейді. Шынымен табиғаттан тыс бірдеңе болып жатқанын түсінген Джек шындықты білу үшін Ливинг Спрингске оралуға шешім қабылдайды. Кетпес бұрын ол Лизден Зоиды қорғап, қасында қалуын сұрайды. Сол жерге келген соң Джек бала кезінде пайдаланған камераны алып, орманды қайтадан түсіре бастайды. Онда ол Тессаның өлімі туралы аяндарды көре бастайды, және ақырында оның көлде мекендейтін болмыс тарапынан өлтірілгенін біледі. Аянда ол кішкентай Тессаның жүгіріп келіп, суға секіргенін көреді. Сол кезде құбыжық оны аяғынан ұстап, төмен қарай тартады. Айқайды естіген Ричард пен Донна көлге қарай жүгіріп келіп, оны құтқаруға тырысады, бірақ құтқара алмайды. Қайғы мен кінәні көтере алмаған Донна сезімін бақылаудан шығарып алады, және өзі байқамай, көлде өмір сүретін қараңғы болмыстың иелігіне өтеді. Осы күштің әсерімен ол қолына бейсбол таяқшасын ұстап, Ричардқа баяу жақындайды. Болмыстың, Никстің бақылауымен Донна Ричардтың басынан ұрып, оған өлімші жарақат салады, және ол көл жағасында бірден тіл тартпай кетеді. Аян кезінде Джек көл жанындағы лашықта тұратын егде жастағы әйелді кездестіреді. Ол өзінің сол жерді және ондағы құлыпталған тіршілік иесін күзетуге міндеттелген рух екенін түсіндіреді. Ол Никс деген атпен белгілі. Баяғыда Никс көлге қамалып тасталған, өйткені ол жақындаған кез келген адамға апат пен өлім әкелетін. Бірақ Джектің отбасы жылдар бұрын сол жерге барғанда тіршілік иесі Тессаны суға қарай тарта бастаған. Тесса көлге кірмес бұрын, қарт әйел оған бармауын өтініп, ескертуге тырысқан, бірақ Тесса ескертуді елемей, сол болмыстың құрбандығына айналған. Тесса суға батқаннан кейін Ричард пен Донна оны іздеу үшін көлге кірген, бірақ сол қараңғы судың ішінде Никс Доннаның денесін бақылауға алған және содан бері оның ішінде өмір сүріп келеді. Осы қорқынышты аянды көргеннен кейін Джек ақырында шындықты түсінеді. Ричард кездейсоқ өлген жоқ, оны Никстің бақылауында болған Донна өлтірді. Зәресі ұшқан Джек үйіне жүгіріп барып, жертөлеге түседі. Ол жерден Донна әрқашан құпия сақтайтын жабық бөлмені табады. Құлыпты бұзып кіргенде, ол матрас, Тессаның ескі қуыршақтары мен орындық тұрған шошытарлық көріністі көреді. Ол жерді бақылап тұрғанда, Донна пайда болып, кереуетке жақындайды және Тессаны атымен шақырып, қызының өлгенін әлі де қабылдамайтынын анық көрсетеді. Содан кейін Донна қорқынышты шындықты ашады. Оның ішінде өмір сүретін болмыс өмір сүруін жалғастыру үшін құрбандықтарды қажет етеді. Ол Лукас пен Стеффиді өлтіріп қойған, енді келесі құрбан ретінде Зоиды қалайды. Бұл болмас бұрын, Джек Доннадан құбыжықпен бар күшімен күресуді және оның бақылауына қарсы тұруды өтінеді. Донна қысқа сәтке бақылауды қайтара алғанымен, ол мұның ұзаққа созылмайтынын біледі. Бәрін бір жола аяқтау үшін Донна Джектен оны Ливинг Спрингске қайта апаруын сұрайды. Ол жерде ол өз өмірін қиюды жоспарлайды. Донна бұл болмысты жоюдың және қалған отбасын әрі қарайғы азаптан қорғаудың жалғыз жолы осы деп санайды. Кетер алдында Донна Джектен кешірім сұрайды және отбасының күйреуіне өзі кінәлі екенін айтты. Джек мұны қабылдағысы келмейді және оның өлгенін қаламайды, бірақ егер ол тірі қалса, құбыжықта қалатынын және ол отбасын ешқашан тыныштықта қалдырмайтынын түсінеді. Сондықтан ол өз еркіне қарсы болса да, оның соңғы өтінішін орындауға келіседі. Донна қайтыс болғаннан кейін Джек Лиз бен Зоиды мейрамханада кездестіреді. Енді Зои оның жалғыз отбасы болғандықтан, Джек жаңа өмір бастау үшін оны қаладан алып кетуге шешім қабылдайды. Алайда Зоидің түрі өзгеріп, ол мұңайып қалады, өйткені Лизді қалдыр кеткісі келмейді, себебі олар кетсе, ол оны ешқашан көре алмайды. Қыздың мұңын түсінген Джек ойын өзгертіп, біраз уақыт Лиздің үйінде қалуға шешім қабылдайды. Бұл Зоиды қайтадан қуантады. Содан кейін Зои құмыраның жоғалып кетуі туралы шындықты айтады. Оны тығып қойған ол екен. Ол әкесімен қоштасуға әлі дайын емес екенін және сол себепті күлді өзіне жақын ұстауды ұйғарғанын мойындайды. Осылайша оқиға аяқталады.